Жалғастырамыз. Қазақстан Даму банкі 100 миллиард теңгеге евробонд шығарды. Бағалы қағаз 3 жыл айналымда болады. Жылдық кірісі 9,5%-ды құрайды. Оны сатып алатын инвесторлар әлемнің әр түкпірінен, мәселен 63% Ұлыбритания, 21% ақш, 8% Германияның қалталылары болады деген жоспар бар. Қалған 6%-на басқа да Еуропа елдері қызығушылық білдірген. Евробондты теңгеге сатып алу банктегі төл валютаның көлемін арттырады. Бұл өз кезегінде отандық бизнес үшін де пайдалы, яғни нарықта теңге тапшылығы проблемасын шешуге сеп болады дейді Болат Жәмішев. 29 инвесторов разместилось. 29 инвестор қатысты. Барлығы дерлік инвестициялық қор өкілдері. Спекуляция байқалмайды. Инвесторлардың жағрапиясы да әртүрлі. Еуропа елдері ақш, сондай-ақ екі қазақстандық инвестор бар. Сұраныстың ұсыныстан 68%-ға артық болуы инвесторлардың пайда табуға деген сенімін арттырады.